Бүгін таңғы 5-тен кете тағы да Алматыда жер сілкінді. Бірақ өте аз мөлшерде. Сергей адам оянып кететіндей дәрежеде болды. 1 сағаттай болды. Көзімізді жәутеңдеп, ұйықтай алмай отырмыз. Кім сезді тағы да? Мына күндізгі уақытта сілкінген ол бөлек болады екен. Ал мына сырт ұйқыда жатқан кезде сілкінген тіптен қорқынышты. Алла тағала амандық берсін. Әртүрлі табиғи апаттардан қазағымыз сақтасын. Мынау қайта сілкінгені, соңғы кезде жиі болып кеткені, бұл енді шынымен де қорқынышты жағдай. Құрметті қазақ елі, Алладан дұға тілеңіздер. Қасиетті ораза жақындап келеді. Еліміз жұртымыз аман болсын. Әр қазақ менің жалғызым деп бауырмалдық танытатын, дұға тілейтін кез негізі осындай кезде ойлаймын. Өйткені адамның қолынан жасалып жатқан сұмдықтарда әйтеуір бір нәрсе қылып сақтануға болады, тоқтатуға болады. Бірақ мына табиғи құбылыстар адамға айтып келмейді, адам дайын болмайды. Және де бұған ештеңе істей алмайсың. Бұл Алланың қалауы. Қолынан ештеңе келмейді. Сол үшін тек Алладан дұға тілеу керек.